қазақша айта берейін онда. Біріншіден Өзенмұнайгаз қашан соңғы рет оның Өзенмұнайгаздың ақшасын Қазмұнайгаз алған менің есімде жоқ. Биылғы жылға келетін болсақ, Өзенмұнайгаз қазірдің таңда міне зам отыр ғой. Қаржылық жағдайы қазір қаржылық тапшылыққа тап болып отыр. Біріншіден, Өзенмұнайгаздың ақшасын ешкім алып келіп жатқан жоқ жоғарыға. Басқа мекемелер, дивидендтер төлеп отыр. Маңғыстаумұнайгаз төлеп отыр, басқа мекемелер төлеп отыр. Бірақ Өзенмұнайгаздан соңғы жылдары бір 2 жыл бұрын 20 миллиардтай болған болар. Оның алдында да көп жылдар бойы болған жоқ. Одан басқа қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, реабилитация деген жоба басталып жатыр. Үкімет Өзенмұнайгазға мына қаржылық жағдайын қарап отыр. Жақын арада біздің басқарма басшысының өзінің қайта 8 рет үкіметтің алдында өзі дәлелдеп барып, 8-ші рет барғанда дәлелдеп, мына НДПИ деген налогты 13%-дан 2,6%-ға түсіріп, осы 10 жылдың ішінде триллион ақшадай инвестиция салу, осы жаңағы түсіп кеткен мұнай көлемін көтеру жөнінде жобаларға өздерінің рұқсат үкімет беріп жатыр. Қазір қаулысын күтіп отырмыз. Осы сол жобаны басқару үшін осында үлкен тәжірибесі бар. Мына Нұржан Базарбайұлы деген бұрыннан жасап кеткен әріптесіміз. Можно это красиво картину остановить, да? По поводу акций как раз, Өзенмұнайгаз. Акции? По поводу акций как раз. Подождите, я вам говорю. Наши акции, я акционер Өзенмұнайгаз. Наши акции на сейчас находятся в РД. В 2014 году нас вынужденно добровольно закинули в РД. Зачем, для чего? А для того, чтобы вы получали дивиденды. А почему не Уземнойгаз? Нет, Уземнойгаз это убыточное пока что, пока что вы не будете дивидендов. Хорошо, мы закинули свои акции в РД. И в итоге, на протяжении уже сколько лет, мы ежегодно за свои акции получаем по 3000. Вопрос, где наши акции Уземнойгаз? Во-вторых, сейчас вот мы узнавали, сколько я вот на протяжении года узнаю. В этом Казмунайгазе у вас есть там женщина Аниса сидит. Она по акциям. Я у нее спрашиваю, когда вы вернете нашу акцию Уземнойгаз к нам сюда? Когда мы будем иметь дивиденды? Вы же в Казмунайгазе от нас всех компаний получаете же дивиденды? По 3 миллиона, по 4. А нам, простым рабочим, по 3000 тенге. Теперь, вот это мне объяснять не надо, что динамика, что РД там ликвидирован, не ликвидирован. Меня это мало волнует. Меня волнует, верните наши акции, мои акции Уземнойгаз сюда, назад. И за все годы верните мне прибыль от моей компании на эти дивиденды. И еще один момент. Здесь же. Вот вы говорите о том, что вы там...